Сәлем достар, бүгін балалардың қауіпсіздігі туралы сөйлесеміз. Қазіргі таңда білесіздер, мына әртүрлі педофилдердің зәбір көрсету жайлы көптеген жаңалықтар естудемін. Сонымен қатар статистика бойынша көптеген ұлдар болсын, қыздар болсын, бала кезінде осындай педофилдар тарапынан зәбір көрген. Соның ең көбі 85%-ға дейін жасайтындар, олар сол үйде жүретін туыстары және осы отбасыға жақын кісілер болуы мүмкін. Сондықтан сіздер әрқашан өзіңіздің балаларыңызды, қыздарыңызды, ұлдарыңызды ешқашан ешкіммен қалдырмаңыздар. Әсіресе туыстармен ешқашан қалдырмаңыздар. Себебі қазіргі таңда негізі көптеген психологтардың айтуы бойынша оның бәрін айналада жүрген туыстар жасауы мүмкін. Сондықтан ешқашан кішкентай баланы, қыз болсын, ұл болсын, ешқашан ондай туысқан адамдармен қалдыруға болмайды. Сосын бала сізге толық сенімді болу үшін әрқашан баламен ашық сөйлесіңіз. Көптеп бала сізге бүкіл өзінің әңгімесін еркін айта алатын болу керек. Егер балабақшадан, мектептен келген кезде баламен әңгімелесіп, қалың қалай, бүгін не істедіңдер, не қызық болды, кіммен сөйлестің, қайда бардың, бәрін толық сұрап отыру керек. Сосын яғни кез келген бала, қыз өзі жыныстық жетілуі бойынша әртүрлі жыныстық органдарға қызығу басталады. Көбінесе ол 3 жаста басталады. 3 жаста басталғанда біз айтуымыз керек, бұл қызда осындай, ұлда осындай. Сосын біз айтуымыз керек, сенің жыныстық органдарыңа ешкімнің тиісудің хақысы жоқ. Солай айтамыз, ешкім тиісуге болмайды. Тиіссе айғайлау керек. Айғайлап бәріне айтып шығу керек деп біз үйретуіміз керек балаларға. Егер біреу тиісетін болса, балаға маған айт деп толықтай, яғни бала сенімді болу керек. Сосын баланы ұрсып ұра берсеңіздер, олар жасқаншақ болып сізден қорқатын болады. Сосын өзінде болып жатқан проблемалар туралы сізге айтпайды. Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Кез келген туған ағасы болсын, туысқан ағасы, атасы, туысқан какой-то бөлесі, жездесі, не знаю, ешкіммен баланы қалдыруға болмайды. Баланы сіз дүниеге әкелдіңіз ба, баланың өміріне сіз жауаптысыз. Және баланы өзінен үлкен адамдарға тастап кетуге болмайды, үлкен балаларға да. Себебі неге? Қазіргі таңда психологтардың айтуы бойынша және өзімнің практикамда келетін кісілердің айтулар бойынша қорытындылай келе айтатыным, көбінесе оны жасайтын оның туыстары, туған ағасы болуы мүмкін, бөлесі, үйіне келіп жүрген әртүрлі қонақ. Кез келген қонақты үйге жатқызуға болмайды. Қазақтар ұят болады деп қонақтарды балалармен бірге жатқызып қояды, ондай мүлдем болмайды. Ұл болсын, қыз болсын, не деген көптеген жағдайлар болып жатыр. Сосын тағы айтып өте келе, 85% осы, яғни осы педофилдердің зәбірлену шаралары, егер мысалы үйде бір бала болса, осының айналасында жүрген адамдар жасайды. Ол кім болуы мүмкін? Ол мысалы көрші болуы мүмкін, көрші, туған, бөлесі, жездесі, яғни туған ағалары және тағы басқа. Сондықтан сіздер өте мұқият болыңыздар. Сіздер баланы өмірге алып келгеннен кейін сіз ғана жауаптысыз. Ешкімге сеніп тастап кетуге болмайды балаларды. Бала өзінен үлкен балалармен ойнамау керек. Және тағы бір тенденция, неге 12 жасар, 14 жасар балалар, яғни өзінен кіші балаларға сондай жыныстық қатынаста зәбір көрсетеді. Себебі бұл балалар жыныстық қатынас не екенін толық түсінбейді, олармен ештеме сөйлеспеген. Яғни көбінесе осы балалар өзінің ата-аналарымен бірге бір бөлмеде тұрады. Күнде ата-анасының қалай жыныстық қатынасқа түсіп жүргенін көреді. Ол мүмкін 10 жаста болуы мүмкін, 12 жаста болуы мүмкін. Сосын сол көрген нәрсесін жасағысы келеді. Оны өзінен кішкентай балаларға жасайды, яғни айналасындағы.
Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Баламен ылғи да сөйлесіңіз. Баланың бос уақыты болмау керек. Мектепке болсын, қолмен жетектеп алып барасыз, жетектеп алып келесіз. Кружоктарда отыру керек, үлкендердің қадағалауымен. Сосын баланы ылғи да тыңдаңыз. Егер балаңыз мысалы жақсы балабақшаға барып жүрді, аяқ астынан мен бармаймын десе, баламен сөйлесіп, неге бармайсың, не бол, толық сұрау керек, я? Маған бәрін айт, мен сені қолдаймын, всегда солай, мен сені әрқашан тыңдаймын деп. И мектепте де солай. Бір кружоктарға барды ма, бармаймын десе, болды. Бала бармаймын деді ма, болды. Мәжбүрлемеу керек. Кез келген сабақта да ұнамайды бала егер өзгерсе, қарау керек. Баланың мінез құлқы, күліп ойнап жүрген бала бірден мінез құлқы өзгерсе, оған да қарау керек. Сондықтан сіздерге айтатыным, ешкімге баланы сенуге болмайды өзіңізден. Қонаққа барасыз ба, баланы тастап, бала басқа балалармен, өзінен үлкен балаларға тастап кетуге болмайды. Даже қонақта бала алып бардыңыз ба, ол сіздің балаңыз. Дұрыс па? Сіз босандыңыз, оған тек сіз жауаптысыз. Сіз қонақта отырасыз, ол белгісіз кімдермен жүр, қандай балалармен жүр, немесе бір жетектеп алып кете ма, еше кіріп шығып жатқан адамдар көп. Сондықтан баланың, яғни қауіпсіздігі өте маңызды. Көптеген опросниктар бойынша, яғни 100 адамның 90 адамы өмірінде осындай зәбір көрген екен. Ұлдар да, қыздар да тарапынан. Сондықтан сіздерге айтарым, өтініш, мұқият болыңыздар, баланы қалдырмаңыздар. Ешкіммен қалдыруға болмайды. Только өзіңізбен, баламен ылғи да сөйлесіп, түсініп, егер баланың мінез құлқы өзгеретін болса, егер бала қаламаймын десе, баланы тыңдау керек. Сіз бұл өмірге затты дүниеге алып келген жоқсыз, адамды алып келдіңіз. Оның да өзінің яғни ойы бар, жан дүниесі бар, толықтай тыңдауыңыз керек. 3 жастан кейін толықтай балаға тыңдауға болады, сенуге болады. Баланы, яғни айтқанын тыңдап, қорытынды шығаруларыңыз керек. Егер қандай да бір өзгерістер болса, поликлиникада тегін психологтар бар, және толық баруға болады. Сосын әрқашан баланы сұрап отырыңыз, не істедің, қайда бардың, балабақшада кім қалай сөйледі, не сөйледі, немесе үйде балабақша ойнасаңыз болады. Яғни мұғалімдер өзін қалай ұстайтынын, біз айтамыз балаға, сен мұғалім бол, ал мен ляка болам балабақшадағы. Сен солай мұғалімнің рөлін ойнайды. Сол кезде көрсеңіз болады, мұғалім қалай өзін ұстайды. Және керісінше, үйде ата-анасы қалай өзін ұстайтынын, солай керісінше, яғни айтамыз, сен мама папа бол, мен ляка болам, өзін қалай ұстайтынын, солай баланың ойынына қарап бақылауға болады. Және кез келген мұғалімді де солай бақылауға болады. Түсіндіңіздер ме? Яғни балаға айтамыз, мысалы, егер сіздің қандай да бір күдігіңіз болса, айтамыз, сен мынаның рөлін сомда, мен осында сен болам деп. Сол кезде бала толықтай ол адам қалай сөйлейтінін, не істейтінін толық сізге көрсетіп береді. Өтініш, қазіргі заманда мына жаңалықтарды естіп жаға ұстайтын жағдайлар болды. Мен өте қатты қорқам, сондықтан баланың денсаулығы, бала қауіпсіздігі бірінші орында тұру керек. Біз бала сыртта жүргендегі қауіпсіздікке көп мағына береміз да, ал үйдегі қауіпсіздікке мән бере бермейміз. Үйді керек емес адамдар келетін болса тоқтату керек. Сондықтан әрқашан баланы тыңдау керек. Үйге ешкім олай қонақта келмеу керек емес. Баланың бөлмесі бөлек болу керек. Сосын жыныстық дамып, жетіліп, уже бала өзінің сұрақтарын қойғанда баламен дұрыс әңгіме жүргізу керек. Егер сіз әңгіме жүргізе алмасаңыз, психологтарға барып толық түсіндіру керек. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан толықтай бала қауіпсіздігі туралы, яғни қатты қазіргі таңда бұл өте үлкен тема және қоғамның үлкен бір іріңдеп тұрған жарасы деп ойлаймын. Сондықтан өтініш, көңіл бөліңіздер. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Менің каналыма жазылыңыздар. Болашақта тағы қызықты видеолар шығаруға тырысамын. Егер пайдалы болса, лайк басып, адамдарға жіберіп қойыңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы.